адамдардың тағдыры туралы әңгіме айтады. Адамдардың басынан өтіп жатқан қиыншылықтарды әңгіме қылып өсек айтып отырады ол жерде ше. Пәленше анау танисың ба? Танимын. Не болып десе, басында бір проблема болып сотталып жатыр екен дейді. Пәленше кеше машинасын соғып апты, көрдің ба дейді. Пәленше анау отбасымен айырылысып, 4 баласымен әйел кетіп қалыпты деп жатады. Бұның бәрі біреудің өміріндегі тағдырлар ғой. Оны ғалымдар айтады, сендер біреудің өміріндегі болып жатқан қиыншылық тағдырды әңгіме қылмаңдар деген. Өйткені олар сол қиыншылықты көтере алатын болғандықтан Алла оларға берді, оларға шығатын жолдары бар және. Бірақ сендер оны айтатын болсаңдар, Алла тағала қаласа сендерге де соның дәмін таттырады деген да. Яғни біреудің қиыншылығында сен де дәмін татып көр, қалай екен. Бірақ ол сендерге ауыр болады деген. Өйткені сіздің басыңыздағы қиыншылық, сіз көтере алатын сынақ ол басқа мәселе еді. Ал біреудің тағдырын айту арқылы Алла қаласа саған қос береді, сен де дәмін татып көр, қалай екен деген секілді. Ол қиыншылыққа сіз өте ауыр болады деген.